демалысын және бос уақытын ұйымдастыру туралы. Алаңыздың спикерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Күзембаева Бұлбұл Бейсенбайқызы, Ақтөбе облысы білім басқармасының басшысы. Бұлбұл Бейсенбайқызы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, облысымызда балалардың жазғы демалысын бос уақытын ұйымдастыру бойынша қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүргізілуде. Құзырлы мемлекеттік органдармен бірлесіп іс-шаралар жоспары дайындалды. Сонымен қатар өңірлік ведомствоаралық штаб құрылды және жұмыс алгоритмі әзірленді. Демалыс нысандарын қабылдау, лагерь қызметкерлеріне нұсқаулық жүргізу бойынша арнайы кесте жасақталды. Биылғы жылы облысымыздағы 1-10 сынып аралығындағы оқушылардың 100% жазғы демалыспен қамтылады деп жоспарланып отыр. Дегенмен де кейбір мүмкіндігі шектеулі балаларымыздың денсаулығына байланысты қамтылмауы мүмкін. Ол енді ата-ананың ерікті түрде өзінің өтінішінің негізінде болады. Сонымен қатар бір бала бірнеше қызмет түрін пайдалана алады, яғни қала сыртындағы лагерь, мектеп жанындағы лагерь, экскурсия және қосымша білім беру ұйымдары жанындағы жазғы алаңдар. Жалпы бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 345 миллион 300 мың теңге қаражат бөлінді. Жазғы маусымда 7 қала сыртындағы сауықтыру орталығы жұмыс жасайды, оның 2 мемлекеттік, 5 жеке. Сонымен қатар 702 мектеп жанындағы лагерлер жұмыс жасайды, оның 301-і тамақпен болады. Сондай-ақ 49 қосымша білім беру ұйымы жанындағы жазғы алаңдар жұмыс жасайтын болады. Бұл барлық лагерлердің тиісті талапқа сай болған жағдайда ғана жазғы маусымда балаларды қабылдауға рұқсат етіледі. 5 маусымдық лагерь бір ауысымда 1312 баланы қабылдап, барлығы 8092 бала қамтылады. Бір ауысымның ұзақтығы 10-12 күнді құрайды, ал жолдамалардың құны 120 мың теңге мен 130 мың теңгенің аралығында. Бұл мемлекеттен бөлінген қаражатпен қатар басқа да ірі кәсіпорын өндірістер есебінен 3960 бала қамтылады. Ата-аналардың өз қаражаты есебінен 2020 бала еліміздің әр өңірлердегі сауықтыру лагерлерінде демалатын болады. Сонымен қатар 227 бала арнайы әлеуметтік осал топтан республикалық балдәурен бөбек орталықтарында демалатын болады. Мектеп жанындағы лагерлерге келетін болсақ, 3 ауысымда 10 күннен жұмыс жасайды, барлығы 166.855 баланы қамтуды жоспарлап отыр. Сонымен бірге жаз айында балалардың еңбекпен қамтылуы да назардан тыс қалмайды, яғни жасы ел жасағы бойынша 693 бала қамтылады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар Ойыл ауданындағы Спарта шаруа қожалығы оқушыларды жаз мезгілінде өзінің шаруа қожалығына еңбекпен қамтиды. Оқушылардың арнайы ата-ананың келісімімен келісім шарттары жасалып, олардың еңбек ақысы төленеді. Сонымен қатар жақсы жұмыс жасаған үздік оқушыларға жыл сайын Астана қаласына жолдама беріледі. Осы тәжірибені барлық аудандардағы шаруа қожалықтары, басқа да кәсіпкерлер осы оң тәжірибені қолдап, жаз айында жұмыс жасағысы келетін балаларды еңбекпен қамтысады деген ұсынысымызды да білдіреміз. Сонымен қатар мектеп орманшылығы жобасы өткен жылдан бастап облысымызда жалпы республика бойынша бұл жоба тек қана Ақтөбе облысында. Осы жобаға да бізде 30 мектептен 2000 оқушы қамтылады. Бұл оқушыларымыз осы сәуір айынан бастап орман шаруашылығының сол мектепке бекітілген учаскелерінде ағаштарды егіп, жаз бойы сол ағаштарды күтіп, баптап және сол орманның әрі қарай дамуына Таза Қазақстан жобасы аясында осы өзінің үлестерін қосады. Сонымен қатар туристік саяхатпен 35.314 оқушы қамтылады. Бұл жерде Ақтөбе қаласына және облысымыздың аудандарындағы туристік мәдени мұраларды аралауға мүмкіндік алады. Қосымша білім беру ұйымдары жанындағы жазғы алаңдарда жұмыс жасайтын болады. Болған жоспар 25.684 баланың қамту болып отыр. Енді жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, аз қамтылған көп балалы отбасыларда және мүмкіндігі шектеулі балаларда, сонымен қатар ішкі істер бөлімдерінің есебінде
профилактикалық есебінде тұрған балалар, сәт отбасылардың балалары бізде барлығы толық қамтылады. Тек қана жаңа келгенде мүмкіндігі шектеулі балалардың денсаулығына байланысты барғысы келмеген жағдайда енді қалған балаларды біздер осы әсіресе бірінші кезекте әлеуметтік осал топтың балаларын бірінші кезекте қамтимыз. Енді осы жазғы лагерлерде барлығы 4850 педагог жұмыс жасайтын болады. Оған біз 150 осы педагогикалық мамандыққа оқып биыл аяқтайтын тұрған студенттерді тартатын боламыз педагогтермен қатар. Сонымен қатар осы лагерьде жұмыс жасайтын техникалық қызметкерлерді, педагогикалық қызметкерлерді барлығында арнайы толық құзырлы органдардың тексеруден өтеді. Яғни баламен жұмыс жасауға ешқандай кедергі болмаған жағдайда ғана жұмыс жасауға жіберіледі. Сонымен қатар педагогтерге осы лагерлерде жұмыс жасайтын арнайы оқыту курстар ұйымдастырылатын болады. Енді осы жазғы маусымда жылдардан да өзгешелеу жаңа форматтағы шаралар жоспарланып отыр. Ол осы цифрландыру және жасанды интеллект бағыты аясында ай-демалыс таза Қазақстан шеңберінде қосана жобалары облыс бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ өткен жылы жұмысшы мамандықтар жылы аясында басталған Skills-Card жобасы республикалық деңгейде жоғары бағаға ие болды. Бұл бағытта 18 колледждің базасында 3000 оқушы екі апталық студенттік билет алып колледждерде әртүрлі мамандықтардың алғашқы дағдыларын меңгеретін болады. Бұл мысалы инженерлік, компьютерлік, графика, дизайн, ақпараттық кабельдік желілер, робототехника, электроника, шаш таразысы, аспаздық, көлік жөндеу сияқты мамандықтардың алғашқы дағдыларын меңгеретін болады. Сондай-ақ өткен жылы Қобда ауданында біз мемлекеттік әлия жазғы сауықтыру лагерін ашқан болатынбыз. Облыс әкімінің қолдауымен бұл лагерь өткен жазда балаларды қабылдап жұмыс жасады. Енді осы лагерьдің биыл жұмысы жалғасады және осы лагерьдің барысында Шабандоз жобасы ұйымдастырылады. Бұл Шабандоз жобасы аясында қатысушыларға жылқыға күтім жасау, қауіпсіз міну ережелері және ұлттық ат спорты элементтері үйретілетін болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы балаларға ерте жастан бастап балаларды еңбекке баулуға аса назар аударып отыр. Осы бағытта мен жаңа айтып кеттім, енді жаз кезеңінде барлығымыз да білеміз, балаларымыз табыс тапқысы келеді, ата-аналарына көмектескісі келеді, жұмыс жасағысы келеді. Осыған байланысты біз осы барлық кәсіпкерлер бар, ауыл шаруашылық саласындағы шаруа қожалықтары бар, осындай балаларға жаңағы денсаулығына зиян келмейтін жеңіл түрдегі еңбекпен қамтуға қолдау білдіретін болса, біздер ол жұмысты ары қарай тиімді ұйымдастыруға дайынбыз деп айтқым келеді. Сонымен қатар мына білім беру мекемелерінің колледж, мектеп жанындағы аулаларында бау-бақша егу немесе жаңағы жылыжайда жаңағы өсімдіктердің өсіру бойынша осы жобаларды қолға алып жатырмыз қазір. Ол әрбір бала өзінің білім алатын ордасында, ауласында ағаш егіп, бау-бақша егіп, оны күтіп, өзіне де соны үйреніп, осылай өзінің бір жаңағы адамгершілік жағынан, қайырымдылық жағынан жаңағы қолдауларын білдірсе, меніңше ата-аналар да оған жақсы қолдау көрсетеді деп ойлаймын. Бұл бағытта да біз жұмыс жүргізетін боламыз. Сондай-ақ енді әрбір ауданда, қалада жаңа жобалар іске асатын болады. Мысалы, Ойыл ауданында бұл өнер бағыты бойынша қыз балаларға арналған алтын ине сыйлығы ілмек клубы жұмыс жасайтын болады. Бұл клубта қыз балаларымызға барлық қолөнердің қыр-сыры үйретілетін болады. Темір ауданында шығармашылықты дамытуға бағытталған шабыт клубы, цифрлық дағдыларды жетілдіруге арналған диджитал жас ойын алаңы, Ақтөбе қаласында ағылшын тілін меңгеруге арналған Enjoy English, сондай-ақ кәсіби бағдар беретін IT лагерь, Қаратау ауданында жасанды интеллект негіздерін үйрететін смарт қала жобалары іске асырылатын болады. Бұл жерде біз енді барлық балалардың интеллектуалдық және рухани жағынан ұлттық құндылықтарға негізделген цифрлық жаңағы жасанды интеллектті дамытуға негізделген тілді үйренуге негізделген жобаларды іске асыратын боламыз.
Ақтөбе Көшімбайқызы, осымен баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Біз ары сөз бөлуіміз тиіс. Все болды, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ жоқ болса, осымен баспасөз конференциясына